Достар, сәлем. Мен Нұржабаева Анель, сексолог, тренермін. Тренер дегенде көбісі білетін шығарсыз, мен әйелдерге арналған тренингтерді өткіземін. Бұл жүктіліктен кейін өз қалпына келтіру, гинекологиялық тарапынан, зәр ашу, ауа ашу, опущение сияқты мәселелерден құтылу. Сонымен қатар сезімталдылықты көтеру, яғни босанғаннан кейін немесе кейбір әйелдер оргазм не екенін білмейді, соны мен үйретемін. То есть тренировка, жаттығу арқылы, арнайы программа арқылы мен осындайлармен жұмыс жасаймын. Оқырман арасында көбісі маған плазма жайында сұрап жатыр. Плазма арқылы қынапты тарылту жайында көп сұрақтар келді. Менің пікірімді сұрайды да. И негізінен плазма жайында мен былай сұрастырып көрдім, қарадым, оқыдым. Ең басты мәселе неде? Плазма негізінен бұл қанды алады, адамның өз қаны, оны как центрифужный бірдемеден жасайды плазманы арнайы өз қаннан. И оны қынапқа істейді. В принципе, любой адамның мүшесіне жасалынатын уколдар. Бұны бір процедура емес, бұны бірнеше реттен жасайды. Негізінен былай қарасаңыз, еш мәселе жоқ. Просто мен білетінім, оның бағасы, енді түрлі болады, бірақ арзан нәрсе емес деп айтайын. Себебі әр қалада әртүрлі, әр клиникаларға байланысты, бірақ негізінен арзан нәрсе емес. И оны курстап өтесіз, сіз оны постоянно жасауыңыз керек боларсыз. Мына жерде ең басты пікірім, егер де мүмкіншілік сізде бар болса, в принципе, оны қарап та жасауға болады. Еш мәселе жоқ. Жасам көрем десеңіз, жасап көріңіз. Мен өзім оны жасап көрмеппін, бірақ та былай оқығанда, в принципе, ол еш нәрсесі бір қатты зияны жоқ. Оны да жасап көруіңізге болады. Но, бірақ достар, не сіз нақты білуіңіз керек? Сіз жыныс, жалпы қынапты тарылту дегенде, бұл бұлшық ет. Оны сіз ұмытпаңыз, қаншалықты сіз операция, анау, мынау жасасаңыз да, бұл временный эффект. Яғни сіз бәрібір бұлшық ет өз қалпына бәрібір келеді. То есть неге біз бір жерге допустим, любой бір жерге күтім жасағанда, біз бір күтім жасап полностью на всю жизнь емес қой, бәрібір уақытша, сіз оны әрқашанда постоянно жасап тұруыңыз керек. Егер де, в принципе, мүмкіншілік бар болса, егер де сізде нәтиже сізге ұнаса, онда жарайды, то есть жасай беріңіз. Бірақ менің жеке пікірім, мен өзім тренер болған соң, жалпы вообще өзім еще йога инструктормын, білетін шығарсыз, мен Малайзияда йога инструкторым 1 жыл жұмыс жасадым, оқыдым сол жерде. Әрине, маған физиологиялық жаттығулар маған жақын. Менің ойымша, егер сізде қатты прям өте қиын жағдай емес болса, кейбір әйелдер келеді, опущение қатты, уже выпадение, әрине сол жерде операциямен емдейді. А так, в целом, егер де, в принципе, сізде асып баратқан нәрсе жоқ болса, онда жаттығу арқылы жасаңыз. Бұл ешқандай сыртқы ештеңе сізге қоспайды, чисто бұлшық еттерді жұмыс жасатасыз, және де қынап өз-өзімен жаттығу арқылы, нагрузка арқылы қалпына келеді. Менің ойымша бұл ең жақсы. Оны да жасап көруіңіз керексіз. То есть былай да былай. Жаттығуларды сіз өмір бойы жасайсыз. Даже қаншама әйелдер плазма барған, операция, лазер, разный барған, соңында бәрібір жаттығуға келеді. То есть постоянно сіз бәрібір андай нәрсеге, операция точно постоянно бармайсыз. Лазер, я тоже думаю, постоянно, потому что оны қалпына келу уақыты өте ұзақ. То есть там есть ограничения, соны да сіз қарастырасыз. Енді барғанда сізге консультация бергенде өздері айтады. А так, менің пікірімді сұрайтын оқырмандар, жандар, менің жеке пікірім осындай, қарап көрем десеңіз, қарап көріңіз, бірақ алдын ала біліңіз, бұл бірнеше реттен жасалатын, и постоянно жасап тұратын процедуралар. Екіншіден, өзіңіз бәрібір тренировкаларға келесіз, жаттығуларды. Көптеген адамдар жақтырмайды, жаттығу дегенде. По идее, бәрібір соған тіреледі. Қаншалықты сіз арықтайым десеңіз, сіз по-любому фитнеске бір жерге қатысасыз, любой бәрібір бір спортқа барасыз. Ладно, тамақ аз жейсіз, кішкене салмақ тастайсыз, бірақ бұлшық еттердің күші бұл бәрібір тренировка. Дәл солай сіздің жыныс бұлшық еттеріңіз. Сол ең басты менің пікірім, сонымен сізбен бөлісейім деп едім. А так, плазманы жасаған қыздар болса, міндетті түрде пікір қалдырыңыз, оқиық, сізде қалай, пікір қандай, көрген, көрмеген қыздар, соны бөлісіңіз, мен бәрін оқып, және болашақта осындай тағы видео түсірем. Рахмет, сау болыңыз.